Баршаңызға сәлем, менің арнама қош келдіңіздер. Сіздермен мен Нұрайым. Чародейка тортының дайындалу рецептімен бөлісетін боламын. СССР кезінде өте танымал болған дүкен сөрелерінде үнемі сатылымда тұрған торттардың бірі екен. Бірге дайындап көрейік. Ең алдымен біз жұмыртқамыз бен шекерімізді жақсылап араластырып аламыз. Аппақ болғанша, көтерілгенше араластырамыз. Бетіне жаңағыдай узор пайда болғанша араластырамыз. Сонан соң үстіне ұнды қосып жақсылап араластырамыз. Сонан соң сүтіміз бен майымызды біріктіріп, осы ыдыста кішкене массамыздан алып араластырып, сонан соң массамызға қайта құямыз. Пергамент қағазын төсеп, қызып тұрған пеште 180 градуста піскенше пісіріп алатын боламыз. Мен поклан деген пергамент қағазын қолданамын. Міндетті түрде шпажкамен тексеріп қарап тұрыңыздар. Бисквиттің піскен піспеген жарты минутқа жетпейде пісіп жатады. Енді біз заварной креммен майымызды, бөлме температурасындағы майымызды араластырып кремін дайындаймыз. Дайын болған кремді суыған бисквиттің ішіне жағып шығамыз. Видеода көрсетілгендей ортасына алдымен бөліп аламыз, сонан соң ортасына қалың слой етіп жағамыз. Кішкене сыртын қаптауға да алып қаламыз. Мен осы заварной кремнің рецебін өткен видеоларында салған болатынмын. Бір видеоға салса ұзақ болып кетеді, сол себептен бөліп салып жатырмын. Және де глазурдың да рецебін міндетті түрде описанияға ссылкасын қалдырып салатын боламын. Тортымыздың үстіңгі бисквитін салып, сонан соң сыртын тағы да осы қайнатпалы кремімізбен қаптаймыз. Сыртын барлығын қаптап шығамыз. Сонан соң міндетті түрде холодильникке 2 сағатқа, 3 сағатқа шамалы қатқанша қойып алатын боламыз. 2-3 сағат өткен соң салқындатқыштан шығарып, глазурымызды бетіне орналастырамыз, құйып ағызып, осылай сіздерде еслемеуге болады. Егер глазурыңыз температурасы бәрі жақсы болса, ыссы күйінде құймаңыздар, главный сәл суытып барып құйыңыздар. Сол кезде жақсы болып үйлесіп кетеді бір-бірімен температурасы. Ал ыссы болса, кремді бетіне ерітіп жіберуі мүмкін. Глазурымызды жақсылап жазып шығамыз. Сонан соң міндетті түрде 3-4 сағатқа салқындатқышқа тағы да қойып аламыз. Бетін қалауынша әсемдеңіздер. Мен бетіне посыпка сеуіп қойдым. Сонан соң міндетті түрде, егер сіздерге асығыс болмаса, холодильникте бір түнге жіберген жақсы негізінде. Менде асығыс болып қалған соң 3 сағаттай, 4 сағаттай тұрды. Өте дамды, ерекше торттардың бірі екен, өзіме жақсы ұнады. Бұрын бір қонақтықта жеген болатынмын, сонан соң сұрап алып дайындадым. Сіздермен болған мен Нұрайым, арнамнан алыстамаңыздар. Менің арнама жазылып, лайк басып қолдап кетіңіздер. Әзірге сау болыңыздар.